Саламатсыңдар ма, балалар? Бірінші сынып математика. 84-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы уақыт, сағат, минут. Балалар, мен сендерге жаңа тақырыпты түсіндірмес бұрын психологиялық ахуал жасап алайық. Балалар, бүгін біз ертегілер еліне саяхатқа шығамыз. Балалар, қандай ертегі кейіпкерлерін білесіңдер? Естеріңе түсіріп көріңдерші. Алдаркөсе, Тазша бала, Қожа Насыр. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, жаңа сабақты түсіндірмес бұрын сендерге өткенді пысықтап алайық. Балалар, мен сендерге сұрақ қойғым келіп тұр. Бірінші сұрақ. Сендер апта күндерін ретімен айтып беріңдер. Екінші сұрақ. Жыл мезгілдерін ретімен айт. Үшінші сұрақ. Ай аттарын ретімен атап бер. Балалар, естеріңде сақта. Циферблатқа қара, минутты ондықтармен сана, сағаттың моделін пайдалан. Бір сағатта, балалар, 60 минут бар. Неше минут өтті? Бірден 10 минут өтті. Екінші суретте неше минут көрсетіп тұр сағат? Бірден 20 минут өтті. Балалар, сағатта екі тіл болады. Біріншісі қысқа тіл, екіншісі ұзын тіл. Қысқа тіл бізде сағатты көрсетеді, ал ұзын тілі минутты көрсетеді. Математика күнделікті өмірде. Менің күн тәртібім. Балалар, қай уақытта сендер не істейтіндеріңді сағат бойынша айтып бер. Өзіндік жұмыс. Жұмыртқа ашу әдісі бойынша сендер кез келген жұмыртқаны таңдау арқылы артта тұрған өрнектің мәнін табыңдар. Жұптық жұмыс. Сәйкестендір. Балалар, мен сендерге сағатты және уақытты бір-бірімен сәйкестендіріп, оны тексеріңдер. Есептердің қысқаша жазылуымен сұлбасын тап, оларды шығар. Әлия 6 қазақ халық ертегісі мен 4 орыс ертегісін оқыды. Олар қанша халық ертегісін артық оқыды? Бұл есепке бірінші сызба сәйкес келіп тұр. Ә нұсқасы. Сырым 10 халық ертегісін оқыды. Оның 4-еуі орыс, ал қалғаны қазақ халық ертегісі. Ол қанша халық ертегісін оқыды? Бұл есепке бірінші сызба сәйкес келіп тұр. Балалар, енді сергіп алайық. Қимылды қайтала. Мен көрсеткен қимылдарды қайталаймыз. Сен зерттеушісің. Сандарды таңдап, мәні 9-ға тең болатын мысалдар құрастыр. Сабақты қорыту. 4 сұрақ әдісі бойынша мен сендерге 4 сұрақ қоямын. Сендер сол сұрақтарға жауап беріңдер. Балалар, бір сағатта неше минут бар? Сағат нешені көрсетіп тұр? Бір жылда неше ай бар? Біз қай күндері демаламыз? Балалар, барлық тапсырмаларды орындасақ, назарымызды қосымша тапсырмаға аударамыз. Қосымша тапсырманы орындап, мұғаліміңе тексерт. Балалар, олай болса, бүгінгі сабаққа кері байланыс беруді ұмытпаңдар. Тілші, мен тілшімін әдісі бойынша өз ойларыңды, сабақтан алған әсерлеріңді бөлісіңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.